Президенттік жастар кадр жеңімпаздардың орташа жасы 31-де. Мемлекеттік қызмет істер агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанованың айтуынша, іріктелген жастар шет тілін меңгерген, халықаралық компанияларда жұмыс істеген білікті мамандар. Байқауға тек елдегі азаматтар ғана емес, Ұлыбритания, Франция, Түркия, Әзербайжан, Ресей, Германиядағы қазақстандықтар қатысты. Өңірлер арасында ең көп үміткерлер Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды қалаларының жастары белсенділік танытқан. Толығырақ әріптесім Қарлығаш Темірғайбекқызы жиыннан тікелей байланысқа шығуға дайын. Қарлығаш. Рахмет, Қайырбек. Жаңа ғана орталық коммуникациялар қызметіндегі брифинг аяқталды. Белгілі болғандай, президенттік жастар кадр резервіне 13 мың үміткер өзінің өтінішін қалдырған. Оның 300-і ғана ұлттық комиссияның шешімімен келесі, яғни ақтық мәреге жетіп отыр. Белгілі болғандай, іріктеу 6 кезеңнен тұрған, оның 4-еуі онлайн түрде өткен, ал 2-еуі офлайн режимде өткізілген болатын. Айта кету керек, резервшілер тізіміне жеке секторден 102 өкіл, квази мемлекеттік секторден 98 және мемлекеттік қызметшілерден 96 жас маман таңдалған еді. Барлық журналистерді алаңдатқан жалғыз бір сұрақ болды. Ол әрине іріктеу адал, әділ түрде өтті ме деген сауал. Бұл сауалға мемлекеттік қызмет істер агенттігінің төрағасы Анар Жайылғанова бұлай жауап берді. Жалпы аштыққа келетін болсақ, онлайн форматта өткен кезде оған әсер ету мүмкін болған жоқ. Өйткені оның барлығы онлайн түрде тестілер берілді. Олар өздері үйлерінде отырып, өздерінің жаңағы компьютерлер арқылы жұмыс істеп жауап беріп отырды. Біз оған ешқандай қатысымыз болған жоқ, ешқандай субъективизм о жерде болуы мүмкін емес. Ал егерде одан кейін барып ассессмент центрде өткен кезде, әрине ол эсседе жаңағы жобаларды көрсетуде, оның барлығы онлайн форматта өтті. Оны іріктеген жаңағы сарапшылардың өздері де кімге баға қойып отырған білген жоқ. Өйткені олар кодпен тұрды, олардың барлығы. Қандай адам екені белгісіз. 3 эксперт бір жобаны қарастырды. 3 эксперт бірін-бірі танымайды, бірақ сол кодта тұрған адамды соның эссесіне қарап, соның жобасына қарап қана өзінің жаңағы бағасын беріп отырды. Айта кету керек, су жаңа резервшілер, яғни 300 үміткердің жаңа қызметке тағайындалуы алдағы уақытта күтіледі. Ол 2020 жылдың басында олар тағайындалуы мүмкін. Және де тағы айтып кететін тағы бір сәт, толық резервшілердің тізімін pk.reserv.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге менде бар ақпарат осы. Қайырбек. Қарлығаш, маңызды мәліметтеріңе рахмет. Айта кетейін, студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Қарлығаш Темірбай.